Ақылдың кені мұсынан. Төрт санына қатысты ұлттық ұғымдар. Қазақта төрт құбыласы сай, яғни алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген мәтел екеуінің мағынасы бір болып келеді. Ертеде бұл сан тұрақтылық пен беріктілік, әділдіктің белгісі болған. Ол шаршы болғандықтан, әлемнің төрт бұрышын, жылдың төрт мезгілін, табиғаттағы төрт құбылыс, от, жер, су, ауаны білдірген. Төрт аяғы тең жорға, төрт тұрманы түгел сай деген сандық мәннер арқылы айтылатын ұлағатты ұғымдар бар. Төрт құбыла: шығыс, оңтүстік, батыс, солтүстік. Төрт түлік: түйе пірі ойсыл қара, жылқы пірі қамбар ата, сиыр пірі зеңгі баба, ой пірі шопан ата. Төрт мұрат: нау мұраты біту, саудагер мұраты оту, қыз мұраты кету, жол мұраты жету, сырым батыр. Төрт мүлік: бас сандық, тіл, кілт, қол, мүлік, аяқ, азамат. Төрт қорлық: шақырмаған жерге бару, бейбастық сөйлеу, дұшпаннан жәрдем күту, сараңнан олжа дәмету. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.